Білімді ұрпақ, болашақтың кепілі демекші. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай оқу-ағарту министрінің Қазақстан балалары атты 10 күндігінің ашылу салтанаты. 10 күндіктің аясында оқушылар тек қана сапалы білім ғана алып қоймай, сонымен қатар ұлттық құндылыққа негізделген тәлім-тәрбиеге, инновациялық шығармашылық орталықтарға қатысып, және де көшбасшылық қасиеттерін қалыптастыруға мүмкіндік алады. Бұл мемлекет тарапынан жасалып жатқан жайлы мектептер мен қауіпсіз орталар баланың болашағына деген жасалған инвестиция болып табылады.